егер мен мәмске жарналарды мүлде төлемесем, яғни менде бірде бір төлем жоқ, сәйкесінше сақтандыру мәртебемде жоқ дейді. Осы мүмкіндікті пайдаланып, алдағы 12 айға төлем жасай алам ба, әлде алдыңғы өткен кезеңдерді өтеуім керек пе дейді. Бұндай әдіс жаңағы сіз айтып өткендей адамдарға өте пайдалы, сол адамдарға арналады десем болады. Пациенттің өткен айларға мүлдем төлемеген болса, немесе берешегі бар болса, пациент алдағы 12 айға жарна төлей алады. Егер де сіздің екі мүмкіндігіңіз бар. Жаңағы өткен берешектерді өтеп, сіз қазір сақтандырылу мәртебесіне ие бола аласыз, немесе алдыңғы 12 айға жарна төлеу арқылы 1 жыл бойы сақтандыруға ие боласыз. Сондықтан да біз айтамыз, егер де адамға дәл қазір қызмет керек болса, онда сіз өткен 12 айы толық болу керек. Ал егер де сіз алдыңғы 1 жылға сақтандыруға ие болғыңыз келсе, алдыңғы 12 айға төлем міндетті. Яғни, мен мысалы, өзімді мысалы ретінде айтайын, мен 12 айға алдағы міне қазан айынан келесі жылдың қарашасына дейін төлем жасадым делік. Мен емханаға бардым, сонда маған сіз сақтандырылмағансыз деп айтамын? Сақтандырылмағансыз деп айтады, өйткені қазір қазан айы алдағы деп тұрмыз ғой, алдағы 12 ай, яғни болашақ. Осы жаңа қазан айы, мысалы қазан айы, ол ағымдағы ай болып саналады, яғни текущий месяц. Бұл алдағы айларға қосылмайды. Сонда сіз қараша айынан келесі 2023 жылдың қазан айына дейін төлеуіңіз керек. Сонда ғана сіз мәртебеге ие боласыз. Барлығы 12 айды қамту керек сонда. Егер де 11 ай болып қалса, онда сіздің 1 айыңыз төленбеген, сіз автоматты түрде сақтандырылмаған болып шыға келесіз. 1 айды қосып төлеу керек, яғни, міндетті түрде.